төтенше жағдай жариялаудың өзіндік талабы бар, өзінің критерийлері бар. Осыған байланысты ол белгілі бір уақытта ауаның құрғақшылығы болу керек, ылғалдың мөлшері болу керек, мал жұқпалы аурумен ауыру керек, немесе өсімдікте табылған қандай да бір аурулардың кері әсері болу керек. Бізде облыста оның ешқайсысы ол талапқа сай келмейді. Сондықтан төтенше жағдай жарияланбайды. Төтенше жағдай жариялауға негіз жоқ. Дегенмен де мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларды айттым. Қайталап айтар болсам, бұл 1 миллиард 900 миллион теңге республикалық бюджеттен, 2 миллиард 100 миллион теңге бұл жергілікті бюджеттен, президенттің тапсырмасымен, үкіметтің қолдауымен Қазақстан темір жолының атқарған ісі, бұл тасылған жем шөптің тарифі, егер сол Қазақстан темір жолының тарифімен төлейтін болсақ, 800 миллион төлеу керек едік. Ал қазіргі таңда біз 150 миллион теңге бөліп отырмыз. Яғни шартты түрде Қазақстан темір жолы 650 миллион теңге шығын көріп отыр. Оны шығын емес, біз темір жолшылардың бізге көмегі деп есептейміз.